Қазір мен тұрған осы көл 1963 жылы бар болғаны 10 минутта жойылып кеткен. Бұл Қазақстандағы ең ірі табиғи апаттардың бірі. Алматы облысы таудың қақ ортасында орналасқан Есік көлі сол кезде Қазақстандағы ең әдемі көлдердің бірі болатын. Суы мөлдір, терең, тып-тыныш. Адамдар демалатын, суретке түсетін. Ешкім қауіп барын сезген жоқ. Оны тас пен мұздан жиналған табиғи бөгет қана ұстап тұрған. 1963 жылы жазында таудағы мұздықтар қатты еріді. Оған қоса бірнеше күн қатарынан толассыз жаңбыр жауды. Су деңгейі күн сайын көтерілді. 7 шілде күні кешке қарай тау жаңғыра бастады. Бір сәтте табиғи бөгет жарылды. Мыңдаған тонна су, тас, лай төмен қарай құйылды. Селдің жылдамдығы шамамен сағатына 60-70 километрге дейін жетті. Бар болғаны 10 минуттың ішінде көл толығымен жойылды. Ағын Есік қаласына қарай бағытталды. Жолдар қирады, көпірлер бұзылды, үйлер зақымданды. Абырой болғанда апат күндіз болды. Адамдар дер кезінде ескертіліп, адам шығыны аз болды. Ресми дерек бойынша бұл Қазақстандағы ең ірі сел апаттарының бірі. Бұл табиғаттың үнсіз, бірақ өте қауіпті екенін көрсеткен сабақ болды. 1963 жылы апаттан кейін Есік көлі бірден қалпына келген жоқ. Көлдің суы толығымен ағып кетті. Түбі тас пен лайға толды. Ал оны ұстап тұрған табиғи тау бөгеті бұзылып қалды. Сол себепті ондаған жыл бойы бұл жерде толыққанды көл болған жоқ. Көп адам Есік көлі қайта қалпына өздігінен келеді деп ойлады. Бірақ олай емес. Тек 2000 жылдардан бастап жағдай өзгере бастады. Біріншіден, таудағы қар суы мен мұздықтардың еріген суы жыл сайын осы ойысқа қайта жинала бастады. Бұл табиғи процесс еді, бірақ өте баяу жүрді. Екіншіден, ең маңыздысы адамдар араласты. Көлдің орнында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Судың қайта ағып кетпеуі үшін арнайы инженерлік шешімдер қолданылды. Бірақ мамандар көлді бұрынғы деңгейге дейін толтырмады. Себебі бұл қауіпті еді. Сондықтан Есік көлі әдейі кішірек көлемде қалдырылды. Бүгінгі Есік көлі 1963 жылғы деңгейгі көлден толық нұсқасы емес. Ол қауіпсіз, бақылаудағы табиғи жолмен қайта жиналған көл. Бұл табиғатқа құрметпен қараудың және апаттан сабақ алудың нәтижесі. Ал сіз осы Есік көліне барып көрдіңіз бе? Өзіңіздің әсеріңізді комментарияға бөлісе кетіңіз.